сәлем достар. Осы алғашқы тапсырманы бірінші кіреттілі хангыл бірінші сабақтың тапсырмасын орындай алмай хабарласып жатқан студенттер көп. Сондықтан бір сіздермен бірге орындап көрсетіп берейін, қалай орындау керек екенін. Көрейік. Бірінші сабаққа. Бірінші сабақтың астында аудио файл деген бар, соны ашасыздар. осыны тыңдап отырып орындаймыз. 전남대학교 언어교육원 한국어 초급 1 한글 1과 연습 문제 1. 잘 들으세요. 그리고 맞는 것을 고르세요. 1. 와이드다. 잘 들으세요. 그리고 맞는 것을 고르세요 деп айтты. мұқият тыңдаңыз және мұқият тыңдаңыз және дұрыс дыбысты таңдаңыз деп айтты. Бірінші тапсырмада бірге орындайық. ил дегеніміз бір деген сөз. Бірінші дейді. Бірінші у деп. Сондықтан у деген дыбыс таңдаймыз. Ары таңдайық. 2. Бірінші ил деді. Бірінші ил деді. Бір деген сөз, бұдан и деді. 2. 이 деді ол. 1. у деді майстар. 2. деді. 3. 5 4. 오 деді. 라 деді. 5. 로 로 деді. 6. 무 деді. 7. 미 деді. 8. 우리 9. 미니 10. деген 건 나무 таңдайсыздар дұрыс дыбыс немесе сөзді осылай таңдайсыздар. Екіншісінде оқыс айтып дұрыстап тыңдайсыздар мұқият және оны толықтырып жазасыздар. Мысалы шайық екінші аудионы. Бірінші сабақтың астында екінші аудио бар тұрады. Оны ашасыздар. ал тыңдайсыздар осы. 2. 잘 들으세요. 그리고 쓰세요. мұқият тыңдаңыз және 1. деген даярлады. домалақ және сонда домалағы жетіспей тұр. 2. 리 дейді. 3. деген 3. дейді. деген 4. мен ортасында. 무 4. 5. 로
бесінші. 6 6, 6. 너, No дейді. 7 7, 7. 무, м. бір ы-мен інің Хай. арасындағы дыбыс. 누, Ну, 9 리, 리, 10 시, 어, 어, 11 11, 라, 라, 12 되겠어. 12 12, 모, 뭐, осылай жаттығуды орындаймыз. Қалған екінші сабақты да осындай мұқиятында белгілеп орындайсыздар. Келесі сабақта кездескенше.